Сәлем, сәлем. Всем привет. Қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Немен айналысып жатсыздар? Менде маған прямойға шықпағалы жалпы осындай көп болды. Соңғы рет неге шыққам? Таиландта болған кезде шыққам, одан бері өте көп уақыт өтіп кетті. И вот, решил чуть-чуть жалпы әңгіме айта тұруға, кіре тұруға. Краш болып тұрсын дейді. Рахмет. И басқалар қайда дейді. Басқалар өздерінің жұмыстарымен жүр, бәрі. Абука бит жасатып отыр, өзінің жаңа трегіне. Абуда скоро новый трек. Сосын менде тоже новый трек болады. Қазір, если что, көреміз. Если что, может, отрывогын тыңдатып көрем сіздерге. Мен өзімнің жеке трегімді дайындап қойдым. Қазір сводка жасалу несінде тұр. Сводка деген прямындай жазасың, полностью бүкіл затын істеп қоясың да, и бүкіл интернетке бірдей качествода шығу үшін жасалатын зат. И сол этапта тұр. И айта кететін жайт, тату көрсетші дейді. Тату мне. Тату осындай. Сосын бізде жақында осы айдың 29-ында, яғни 29 май Астана қаласына баратын боламыз. Фан эвентпен, сіздер бұл 100% естігендеріңіз бар. Және де біз прямой эфирда да боламыз, тура сол жақта. Және де ол үшін онлайн билеттерді алу керек. Мүлде кем болмайды, неден. Сол жақта отырғандай ощущенияны барынша беруге тырысатын боламыз сіздерге. Сондықтан да сіздерді біздің онлайн неде күтетін боламыз. Басқа қаладағы Love and Peace'тардың бәрі сіздер хотя бы онлайн көрсеңіздер болады. И өте қызықты өтеді. VIP алдым ғой дейді. 60 уже не VIP дейді. 60 VIP. Осы жолғы біз былай ғой, короче, масштаб осы жолы одан алдыңғы біз декабрь айынан қарағанда өте үлкенірек болады. Үлкенірек жасауға тырысып жатырмыз. Себебі біздегі декабрьда жасағанымыз ең бірінші ол біздің тестовый формат болған. Прям қалай болады екен мысалы, біз өзімізге қандай ощущение болады. Love and Peace'тарға ұнай ма, біздің тыңдармандарға, көрермендерге ұнай ма екен деп ойладық. И вроде ұнады сіздерге. Тағы да жасағандарыңызды қаладыңыздар. Және де алдыңғы жолы бізде билеттер өте тез өтіп кеткен соң, кішкене билеттер санын осы жолы да көбейттік біз алдыңғыдан қарағанда. И соның өзінде үлгермей жатыр адамдар кәдімгідей алып. Сондықтан да бүкіл әртүрлі кәдімгідей өзіңізге ыңғайлы болатын әртүрлі форматтағы билеттердің түрлері бар. Бәрлеріңізді күтеміз. MB қайда дейді. MB вроде үйінде жүр.
вроде квартирада. Билет қашан сатылымға шығады дейді. Билеттер уже сатылымда тұр ticketon.kz сайтында вроде. Вроде бүкіл информациядан қорғалып қалыппын өзімде ше кішкене. Ticketon. Ticketon.kz деп кіреміз. Мерч бола ма дейді. Кстати, осы жолға новый мерчтар болады. Новый мерчтар болады. И осы жолғы мерчтар, блин, өзім күтіп отырмын. Пипец болады прям. Жетінші май мерекелерімен өтіп кеткен дейді. Рахмет. Кстати, білесің ме, 7 майдан мен құттықтаған тек қана біздің олимпийцтер ғана. Мені. Мамамды құттықтаймын. Сестрама да жаздым. Осы сіздердің мерекелеріңізде бүкіл затымыз шашып, бычыт қылып жібереміз ғой деп ше. Сіз не хотя бы жазбадыңыз ғой деп едім. Деді ғой. Міндетсің бе деді ғой, короче. Істеп берген маған сыйлығыңды міндетсің бе деген сонда. Ладно дедім. Неге бөлек көшіп кеттің деп деген сұрақ бар екен. Кстати, я кім білмейді. Сестренкама жазып едім, осылай, чо құттықтамайсың, хотя бір қарындасым құттықтай ма деп едім десем, ол айтты маған. Ой, жаным, ағам құттықтаймын, бірақ сен құттықтап салып жіберетін, менің ақшам жоқ деді. Сосын айттым, ей жаным деп. Сондай болды. И сонымен солай болды. И мына жерде тағы жаңа сұраққа жауап бермей қалдым. Неге балалардан бөлек шығып кеттің дейді. Кім білмейді, мен балалардан бөлек тұрам қазір. Тек қана андай емес, төртеу бөлек бірге тұрады, и мен ғана бөлек емес. Бұл жерде қазір мен де Ақжолда екеуміз кәдімгідей бөлек тұрамыз. Бірақ екеуміз бір-бірімізге көршіміз, короче. Неге бөлек тұрам? Бірінші себеп ол жеке пространство. Негізінде вообще в целом біз бірге тұрып бастаған кезде біздің арманымыз да сол болған, бірге тұрып кәдімгідей бәріміз каждыйымыз бөлек тұра алатындай болсақ қой деп ше. И сондай мақсат болған. И шүкір осы жылдардан бастап кәдімгідей өзіміздің мақсаттарымыз орындалып жатыр ақырындап. Андай біз бірге тұратынбыз, что бөлек шығу үшін болашақта әркімнің өзінің андай қалайтын үйі, қалайтын несі болатындай, уголоктары болатындай. И сол затқа да жетіп жатырық. Шүкір. И сол үшін солай бөлек тұрамыз. Және де уақыт өте, біз уже қанша болды? Біз бірге 7 жыл тұрдық бірге. 6,5 ба даже. 6-7 жыл тұрдық бірге. И бір ретте андай бүйтіп, просто ой, мен алардан бөлек тұрғым келеді деп қана деген кездер болмаған. Просто андай уақыттың өтуімен, біздің есеюімізбен бірге сөйтіп бүйтіп бөлек қана тұрамыз. Ата съемкада да, күнде студияда да бірге жүретін балаларымыз ғой. Кольцо дейді. Осындай да осындай. Тики-така болып тұр ма? Қалай? Мұрт пен шляпа тики-така болып тұр ма? И сол үшін де андай, мен тоже алдында айтып жатыр, бәлкім ол бөлек шығып кеткен ба, не балалармен ұрыс қалған ба деп. Жоқ, мүлде ондай болған жоқ. Жай ғана сондай өзіміздің жаңа этаптарымыз. Ақжол да бөлек тұрады. Ол просто әлі айтпады, мен айтып қойдым. Бірақ Ақжол екеуміз көршіміз енді. Таза
көрсөбүшүк. Мерчті қайдан алса болады дейді. Мерчті әзірге сатылымға әлі шыққан жоқ, себебі эксклюзивны ең бірінші біздің Астана қаласындағы фан ивентте сатып ала аласыздар. Егер басқа қалада болсаңыздар, сол екі фан ивент өткен соң, бәлкім Астанадан соң онлайн сатылымға шығаратын боламыз. Тур бола ма деп көп сұрап отыр, пока білмейміз. Ақтауға келесіздер ме, Атырауға келесіздер ме, жалпы басқа қалаларға келесіздер ме деп сұрап жатқандар. Просто сіздің қалаңызда концерт болса, сол концерттің астына комментарийға афишаларының Альфаны шақырғандарыңызды қалаймыз деп жазыңыздар. Сол кезде бізді бәлкім шақырып қалады. Сол. Тату көрсетесің ба дейді. Татуымды көрсеткем. Жайды көрсете салайын тағы да. Осындай. Мен, алдында айтып атырады, итакты сүтіп алсың ба, черновик болайын деп атырға деп. Примерно плюс-минус, сондай болып істеймін. Былайдан толтырам, шетке дейін. И полностью, мына қолымның шетіне шейін толтырам. Сол үшін жалпы ол болашақта. Мерчта футболка болады ма дейді. Астана Алматыда болмайды, бірақ өте жақсы жаңа қалай линиялар ашылып жатыр. Футболка болмайды, бірақ футболканың орнына басқа заттар да болады. Күтіңіздер. Полноценный концерт болады ма? Бұйырса, я. Татудың мағынасы бар ма дейді. Мағынасы, негізінен шынымды айтайын, мағынасы уже жоқ. Мен татудың бір мағынамен салмайтын болып кеттім. Өйткені білмеймін, ондай бір мағына іздеп, бүйтіп, ойбай, мынандай деп бүйтіп өзім бүйтмесем, просто ұнайды маған, и все. Музыка қойшы дейді. Детская серия Веледа с календулой с первых дней жизни защищает и увлажняет нежную кожу малыша. Твай на ютубтың рекламаларын, ай. Young Thug, Money, Future.
The Wagster. Turn me your song. Yeah. Okay. Money on money, these millions, you dig? I'm spending this shit on my bitch and my kids. I'm sending the bitch, not the beans. This motherfucker pink slip, nigga, no rent. I don't want you gonna do nothing if I gotta be the one tell you to spend. These fuck niggas telling for nothing, and I gotta be the one calling them friends. Drop top Rolls Royce, I don't know the kind, I don't know the name of it. Fuck this little bitch last night in this. Ақжол қайда дейді? Ақжол жұмыстарымен жүрген шығар. Мен негізі бүгін өзімнің соло трегімді жасауға келгем. Не дейді қазір? Sorry, ребята. Кешірім сұраймын, үлгермей қалып жатық мына жақта. Сразу андай бір моментте 57 непрочитанный Абу, вот, sorry, хат қалды дейтіндерге қазір Абу жазып қалды, мен соған шығып кеттім. Шығып тыңдап қайттан кіріп келдім. Мен білмей тұрмын сіздерге өзімнің соломды тыңдатайын ба, тыңдатпай қойайын ба, может потом андай қайттан бұрынғыдай, короче, бүйтіп ұзақ созылып кетеді, сіздер көп күтіп қаласыздар. Сразу шыққан кезде тыңдайсыздар ма, или қазір чуть-чуть болсын тыңдатайын ба, бар дайындалып жатқанын. Что думаете? Жазыңыздар. Чат, пишите. Деп ше. Кәдімгі Егор Криттер сөйтіп отырады. Что думаете, чат? Тыңдайық дейді. Әннің аты қандай дейді. Әннің аты сен ғана. Қашан шығады? Честно білмеймін. Қазір бірақ этапты күтіп отырмын. Сен ғана дейтін трек. TikTok'тан шығып жатыр дейді. Я, мен неде қосқам, в целом CarPlay дейтін жобаға бардым. Көрмегендер болса, CarPlay YouTube арнасында соған барып. Ұшақ қайда кетеді? Ұшақ менде LPBS-қа егер подписка алсаңыз, ішінде музыка дейтін разделында ұшақ тұр. LPBS-тан ұшақты тыңдасаңыздар болады. Тыңдайықшы деп отыр. Хочу дейді. Шығады ма ұшақ? Ұшақ официальный платформаларға шықпайды. Тек қана LPBS-тің ішінде. Мен ол тректі толықтай жаздым. Қазір мен бірінші өзім түсіндіріп алайын. Толықтай жаздым. Және де сосын MB-дің дауысы бар ішінде. Ішінде емес, кәдімгідей толықтай мен оған хор жазғыздым. Себебі MB бізде жер хорда оқыған колледжда. Кәдімгідей ол негіз профессиональный дирижер болу керек болған адам, который хормен управлять ететін. И ол хорды өте күшті жазады. И мен MB-дің дауысын кәдімгідей сэмплерт етіп қолданғанды жақсы көремін жалпы. И сол ойланып тұр, тыңдатайын ба, тыңдатпай қойайын ба? Тыңдайық дейді. Миллион лайк тыңдатам. Сондай болса, ойнайтам. Бүйтіп қатты бүйтіп басып қойыңыздар. Тыңдайық. Неге шықпайды дейді. Неме? Ұшақ ба? Ұшақ, сол ұшақты өзім шығарғым келмей қалды. Бірақ мен LPBS үшін шығарып қойғам оны. Сондықтан да LPBS-қа тіркелсеңіздер, тыңдасаңыздар болады. Окей.
тыңдатсам тыңдатайын. Давайте, дайынсыздар ма? Вы готовы? Вы готовы? Я дейді. Сіздер ең бірінші болып еститіндер сіздер. Бірақ до конца тыңдатпаймын. Сразу айтып қояйын, до конца тыңдатпаймын. Сөйтіп қобалжыптым. Я деп аты. Болш дейді. Let's go дейді. Жақсы дейді. Окей. Көрейік ал. Менде бәрі бар екенін білсем, бақытты болып бір жиып күлсем, білесің ба не жетпегені тек сен ғана, тек сен ғана, сен ғана, сен ғана, сен ғана. Мотивация ютубтан алсам да, көзім тұрмақ өзім жансам да, білесің ба не жетпегені тек сен ғана, тек сен ғана, білесің сен ғана, сен ғана, тек сен ғана. Вот. Как вам? Как-то осылай. Как-то осындай. Сол, ондай болса мен сіздердің қолдауларыңызды күтетін болам. Дайын болыңыздар. Уже вайпты білесіздер қандай екен. Ұшақты тыңдайықшы. Давайте ұшақты тыңдайықшы менде. Ол LP Boys'ың ішінде. Ол ұшақты тыңдамағалы да көп болды. LP Boys'қа қалай кіреміз дейді. Біздің телеграмымыз Альфа атты телеграм каналымыздың несін бассаңыз, қалай закрепленныйын бассаңыз, соның астында LP Boys'қа ссылка тұр, бот. Сол жақтан дальше оңай. Короче, вот сіздер тректі тыңдадыңыздар. Қазір ұшақты қосам әлі. Тректі тыңдадыңыздар. Енді қалай бұны бүкіліне тыңдайтындай, бүкілі тыңдап үлгеретіндей қылып істейміз. Ал кімде қандай идея бар? Может, білмеймін, там бір нәрсе шығарамыз ба? Сниппет шығар дейді. Может, какой-то челлендж ба, бір нәрсе шығарамыз в целом? Тренд қылайықта дейді. Давайте. Бите болады ғой, ә? Так. Текстары мынандай. Вайна жазып қоймай ғой. Текстары мынандай. Менде бәрі бар екенін білсем де, менде бәрі бар екенін білсем, бақытты бар жиып күлсем, білесің ба не жетпеген тек сен ғана дейді. Сосын мотивация ютубтан алсам да, көзім тұрмақ өзім жансам да, білесің ба не жетпегенін тек сен ғана дейді. И может битик, менде бәрі бар екенін білсем дегеннің несінің, білесің ба не жетпеген деп бір не қоямыз да, фото. Екіншісінде тек сен ғана деп өзіміздің любимый заттарымызды қоя берсек болады. Солай істеп көрсек болады, по идее. Мен вообще только осы жерде ғана отырып шығарып жатырмын. Если что, кімде қандай идея, тоже жаза не істей берейік. Шыққан сон. В целом сөйтіп сондай қолдасаңыздар болады. Менде барынша биті шығарайық дейді. Блин, жоқ.
Бұл ән билейтін ән емес сияқты просто. Вот. Тексттай дейді. Бұл ән кімге арналған дейді? Бұл ән жалпы негізі Love and Peace-тарға арналған. Love and Peace-тан бұрын жалпы мені қолдайтын адамдарға арналған. Шаблон жасайық дейді. Шаблон жасаймыз ба не? Депші. Шаблон жасатайын ба? Ұшақ тұтындайық. Ехала, ұшақ. В целом, ұшақ десеңдер, ұшақ болайық. Ұшақтан ұшаққа барарманым бір өзіңді құшақтап Бәбә Мұңнан гүл шоқтап жүрсем де сағынышыңды баспа Неге сенің Ұшақтан ұшаққа барарманым бір өзіңді құшақтап Бәбә Мұңнан гүл шоқтап жүрсем де сағынышыңды баспа Неге менің Алыстамыз, екеуміз көз алыстамыз Бірге болсап алысамыз Еркелеп қана ұрсамыз Жастарымды тамыз бар Арамызда татылыс бар Татылыстан артығыз бар Бөлме толы дыбыстар Сенің сағынам Сақынаның үстінде Көзімді жұмған сәттерде Жалғыз қалсам пәттерде Сенің сағынам Бүкіл жүрген жерімде Ұрсам да елден елге Жылым екен тек сенімен Ұшақтан ұшаққа барарманым бір өзіңді құшақтап Бәбә Мұңдан гүл шоқтап жүрсем де сағынышымды баспа Неге сені Ұшақтан ұшаққа барарманым бір өзіңді құшақтап Бәбә Мұңдан гүл шоқтап жүрсем де сағынышымды баспа Неге менің Осындай күшті не болып қалды. Қалай айтады? Толық ән ба дейді. Бұл потому что егер бұны күнделікті бүйтіп наушниктарыңызда тыңдағыларыңыз келсе, бізде LP Bass дейтін өзіміздің LP-ларға арналған жабық телеграм канал бар. Сол жақтан алсаңыздар болады. Кім жоқ? Шынымен де ностальгия деп жатыр. Мен де андай осыны кәдімгі андай бәріміз деп жүрген кезім есіме түсіп кетті. Сондай. Сен ғана, ұшақ. Енді сен ғананы күтіңіздер. Алматыда демо айтасың ба дейді. Жүрек көрсетші дейді. Онда бұлай, мен қазір жүрек көрсетейін. Сонымен бәрлеріңізге пока деп айтқым келіп тұр. Окей? Сол қатты жақсы көрем. Бәрлеріңізді. Вот вам менің атымнан жүрек. Көріскенше. Love and Peace. Экранның ажағынан жіберемін. Kiss. Вот. Всем пока. Қатты жақсы көрем. Келесі кездескенше. Сау болыңдар. Бәрлеріңе сәттілік.
если чё сен ғана снипет күтіңіздер салуға тырысамын.